Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сиыр етінен дайындалатын биф строганов тағам дайындаймыз. Ресторандағыдай аузыңызда еритін тағам болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, өте дәмді болады. Алдымен етті ұзыннан жіңішкелеп турап шығыңыз. Етімізге қара бұрышты сеуіп, тұзды сеуіп, дәмін келтіріп қояйық. Сонымен қатар ұнды да қосып араластырамыз. Қазанға сұйық май құйып қыздыра беріңіз. Пиязды жұқалап, жартылай сақиналап тураймыз. Май қызғанда алдымен пиязды дұрыстап қуырып аламыз. 5-7 минуттай. Пияз сарғайып қуырылып болғанда етімізді саламыз. Етті 10-15 минуттай осылай оттың астын баяулатпай үлкен отта қуыра беріңіз. Кішкене тұз қосыңыз. Бес ас қасық қаймақ қосамыз. $300 мл-дей суық су құйыңыз. Тұзының дәмін көріңіз, жетпей жатса қосыңыз. Енді қақпағын жауып 1 сағат баяу отта бұқтырамыз. Оған дейін картоп пюре гарнирін жасай берейік. Қайнап тұрған суға картоптарыңызды салыңыз. Картоптың дайын болуына 10 минут қалғанда тұздаңыз. Биф строганов бұқтырылып болды дегенде 5 минут қалғанда кішкентай сары майды қосыңыз. Картоп пюресінің ауызда еритінін қаласаңыз, кішкене сары май қосып, үстінен ыстық сүт құйыңыз. Блендердің көмегімен немесе былай қолыңызбен жақсылап мұжып араластырамыз. Картоп пюресі дайын болды. Енді үстінен биф строгановымызды құямыз. Ресторандағыдай өте дәмді болатын биф строганов картоп пюресімен дайын болды. Сондай дәмді болады. Мен сіздерге осы тағамды жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал егер де бейне рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.